Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы құтты болсын. Жылдың ең әдемі мәдени шарасы Қазақ Аруы Республикалық сұлулық байқауын сіздермен бірге тамашалайтын мен Дидар Кәден. Кеш тобының орындауындағы сиясы кеппеген Жаса қазақ арулары атты әнді тыңдап, қойылған биге көз салайық. Сұлудың бұрымындай өнеге алған көй жұртпыларда лейлелердің тұнығындай еңлектердің сынығындай бермеген еш көй рухты қолда арнамысының арнасындай әлия мәншік жалғасындай жауға қарсы көй тіпті барған өтсе де қанша алтын уақыт жасындай атын жарқылдатып біздің қыздар көй мықты болған қазағымның арулары қазағымның арулары жаса қазағымның арулары жаса Қыздармен жұмыс жасайтын хореограф Ләйла Жарылқасымованың еңбегіне қол соғып қоюға болады. Өмірінде би билемеген қыздардың басын құрап, аз ғана уақытта осындай көркем дүние тудыру расында да орасан зор еңбек. Білмейтін біреу көрсе, сахнада кәсіби бишілер тобы өнер көрсетіп жатыр деп ойлауы әбден мүмкін. Рахмет Нұржан, жарайсыздар қыздар. Би өте тамаша.
көрерменнің назарын қатысушы аруларымыздың үстіндегі ерекше көйлектерге аударғым келіп тұр. Бұл Арунас сәнейінің дизайнері Назым Қарпықованың тәуелсіздік таңы деп аталатын көйлегі. Мынаны қараңыз. Хабар арнасының ең үздік сериалының бірі Раузаның кейіпкерлері келе жатыр. Ассалаумағалейкум алталар. Кеш жарық ханымдар мен мырзалар. Еліміздің ең қасиетті мерекесі тәуелсіздік күнінде 11-ші рет өткізіліп тұрған Қазақ аруы 2021 ұлттық сұлулық байқауына қош келдіңіздер. Бірер сәт бұрын сахнаның сәнін келтірген сұлу да талантты Кеш-ю тобы мен биылғы жылғы үміткерлерге қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Алдағы 2 сағатта сіздермен бірге болатын банда. Кеша, Ғазірет Қажымұханұлы. Буа, Қуантай, Әбдімади. Және Сакура, Айдар Асқарбек. Жобамыздың бас ақпараттық серіктесі Хабар агенттігі. Қазақтың басты мейрамда еліміздің үздік арнасы Хабарда өтіп жатқан Қазақ аруы байқауының сұлу да, сымбатты, ақылды да, инноватты қатысушылары. Біздің үміткерлер Мәулет Қажы Бұлбұл, Жолпұқар қызы Аружан, Жамбыл қызы Жолдыз, Талант қызы Әдемі, Айдос қызы Айша, Талант қызы Әдемі, Белазарова Ақниет, Қайырбекова Майра, Сауранбаева Елдана, Берік қызы Сымбат, Қажымұрат қызы Ажар, Ербол қызы Үміт, Аманжолова Аружан, Нұрмұхан Ақерке, Сахи Нұрай, Алмас қызы Анель, Ғарифолла қызы Зухра,
Қошемет біздің үміткерлерге. Дәл қазір сізбен біз алтын тәжиесін анықтайтын, патша көңілдері жеңімпазды таңдайтын төрешілермен танысамыз. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, театр және кино актрисасы, әнші, аты аңызға айналған тұлға Лидия Каденова. Алматы қаласы мәслихатының депутаты, кәсіпкер, меценат Қайрат Құдайберген. Хабар агенттігінің өкілі, тележүргізуші, продюсер Қымбат Хангелдина. Дизайнер Кауменова сәнейінің негізін қалаушы Аида Кауменова. Журналист, блогер, қазақстандық пиардың әкесі, кәсіпкер Әлішер Елікбаев. Балет бишісі, мемлекет дарын сыйлығының иегері, балетмейстер Досжан Табылды. Қазақ аруы республикалық байқауының бас продюсері Баян Мақсат қызы. Сынға түсетін арулармен таныстық. Байқауға төрелік ететін жандарды білдік. Ал енді не істейміз жігіттер? Қыздарға келесі сайыс түріне дайындалу үшін уақыт керек. Ал оған дейін сіз бен біз ән әлеміне сапар шегеміз. Алдарыңызда Алатау серілері. Қошеметтеріңіз. Сермеген қазақ елім сүйініш тасқарын қайсар қалпыңнан айныма мұңарта бер айбарлы асқарым жауыңа мұңарта бер серпілсін аспаным серпіліп көк аспанның сергісін санасы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы. Кеш жарық сұлулыққа жаны құмар ханымдар мен мырзалар. Еліміздегі ең әдемі, ең талантты, ең дарынды қыздарына арналған қазақ аруы байқауы жалғасады. Қыздар, менде осы бір сұрақ бар. Біз кешеде болғанда неге қазақ аруына қатыспадық? Назым, енді оның екі ғана себебі бар.
Иә, қандай? Енді біріншіден, егер біз жеңіске жететін болсақ, ел жұрт ұятай, Баянның қыздары ұтып кетіпті дейді. Ал жеңілсек, Баянның қыздары жеңбей қапты дейді. Сондықтан аш пәледен қаш пеле боп, біз де қатыспадық. Есесіне жылда байқаудың шымылдығын ашып беріп, қыздарға қолдау көрсетіп жүрдік. Енді бүгін де біз қолдау көрсетіп жатырмыз. Қолпаштап, шығарып салып қарсы аламыз. Сол себепті осындай бізде қолдау бүгін. Ендеше қазақ аруы байқауының шығармашылық кезеңін қыздар бастайық. Иә, билеп тұрып, ән салып тұрып бастасақ, қалай қарайсың бе? Құптаймыз. Ендеше қарсы алыңыздар. 15-ші номердегі Анель Алмаз қызы және оған қолдау білдірген Әли Оқапов. Қарсы алыңыздар. Биле әнімен. Қошеметтеріңіз. Әнел болашақ аудармашы. Бірақ аруымыздың армандарының бірі үлкен сахнада өнер көрсету еді. Армандар орындалады. Ән арнадым саған, жай ғана әдемі ай. Менің әнім әсте қайғырып көрсінбейді. Ол айта алмай жүрген сезімімді жырлайды. Жаным, жаныңда баяу еріксіз жаумайтын сол қайғы. Жоқ менің әнімде бұл әнім тек саған. Жаным ұнайсың сен маған. Жаным
Керемет орындауымен сахна сыртында бәрімізді билеткен Әнел Алмас қызы және Али Оқапов. Қошеметтеріңіз. Жігіттер, осы аққулар Каспийде қыстамайтын бе? Иә, дұрыс айтасың. Бірақ оны не үшін сұрадың? Олар неге Алматыда жүр екен деп таңғалып тұрмын да. Қайда жүрдесің? Алматыда. Олай болса, қымбатты көрермендер, мың бұралған Ажар Қажымұрат қызы, Айша Айдос қызы, Нұрай Сахи, Аружан Аманжолова және Ақерке Нұрмұхан. Жағадағы ару қыз. Қошеметтеріңіз. Асығады толқында
Иә, жігіттер. Бүгінгі кеш мен үшін ерекше әсер қалдырып жатқаны рас. Сәні мен салтанаты келіскен ұмытылмас байқау екен. Жігіттер, ұмытып бара жатсаңдар, сендерге 2 ару келеді. 2 ару? Не үшін? Олар не істейді? Ән айтады. Сол ән арқылы бар естелікті еске салады. Ендеше 9-шы нөмерлі Сымбат Берікқызы мен эстрадамыздың жарық жұлдызы Дана Кентай. Ұмыттың мені қалай. Қарсы алыңыздар. Алтын белгі иегері Сымбат алғаш рет сахнаға 6 жасында ән айтып шыққан. Содан бері бір қатар байқауда жеңіске жетті. Болашақта қилы образдарды мүдірмей сомдайтын актриса және өз тыңдарманы бар әнші болуды армандайды. Еркімді алып мені, қайғыға салып мені, кету үшін жолығып қалып едім. Тағдырласым бола алмаған жан, сағымдайын жоғалған арман. Ұмыттың мені қалай, қалдыма сол сезім сөніп оңай, жүрегіңе жүрсің түгі барай, сағынышым менің. Өмірдің өткеліне қалдырып кеткенің бе, жазып бір мұң жүректің дәптеріне. Жан сырымды саған жолдадым, қайда жүрсең де аман бол жаным. Ұмыттың мені қалай, қалдыма сол сезім сөніп оңай, жүрегіңе жүрсің түгі барай, сағынышым менің. Ұмыттың мені қалай, қалдыма сол сезім сөніп оңай, жүрегіңе жүрсің түгі барай, сағынышым менің. Ұмыттың мені қалай, жаным қалай, қалдыма сол сезім сөніп оңай, жүрегіңе жүрсің түгі барай, сағынышым менің. Ұмыттың мені қалай, қалдыма сол сезім сөніп оңай, жүрегіңе жүрсің түгі барай, сағынышым менің. Не деген өнер. Қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер. Қымбатты көрермен, білесіздер ма, дәл қазір Қазақ Ару байқауындағы менің ең жақсы көретін өнер түрін көреміз. Түп, Жұлдыз, келесі нөмірде айқын жоқ қой. Иә, айқын шықпайды қазір жұлдыз. Мазақтаңдар. Өздеріңе де өнер адамына тұрмысқа шығу бұйырсын. Аумин. Бұл деген достық тілек болды ма, қарғыс болды ма түсінбей қалдық. Сонымен Жұлдыз, Ақбота, жақсылыққа жорықшы.
ал Жұлдыз, жақсы нөміріңді хабарла. Драмалық қойылым актерлық шеберлігін танытып, көрерменді тәнті ететін Ақниет Беласарова, Үміт Ерболқызы және Бұлбұл Мәулет Қажы қарсы алыңыздар. Тимучин, Бөрте. Тимучин. Бөрте. Ой, Бөрте, қош енді. Ақ қудың қанатындай әппақ алақаныңыздан ұстауға рұқсат бекен ару бекеш. Әуелі сұрағыма жауап бер. Сенің есіміңді неге Тимучин деп қойған? Есімімді не үшін Тимучин деп қойған? Я. Ендеше тыңда. Әкем татар қолбасшысын тұтқындап әкелген кезде мына мен дүниеге келіппін. Содан сол Тимучин деген есімді татардың құрметіне қойыпты. Қызық екен. Қанша батыр бола тұра, жаудың есімін өз баласына қалай қойған екен? Бөрте, сенің мына сөзің маған ұнамайды. Сен менің әкеме қарсы сөйлеп тұрсың. Тимучин, жөн сөзге шамдануға болмайды. Өзің ойлаш, сен ертең атақты батыр болдың. Үйлендің, әйелің саған ұл туды. Сол кезде сен жаудың есімін өз балаңа қояр ма едің? Ал мен сен әйелің болсам қойдыртпас едім. Сен менің әйелім болсам дейсің бе? Тимучин, мен мысал ретінде айтқаным ғой, сөзді тура түсінеді екенсің. Бөрте, айтқым келгені, бізде ата-анаға қарсы сөйлеуге болмайды. Сіздерде ғана емес, біздің қазақтарда да дәл солай. Қазақтар? Сен қоңырат емессің бе? Иә, біз қоңыратпыз. Бізде де сіздердікіндей қырық ру, қырық тайпа бар. Солардың бәрін қосқанда қазақ деп аталады, Тимучин. Бәрекелді. Ендеше ана құсты көрдің бе? Қазір соны атып түсірем. Ал. Мәссаған. Дәл тигіздің ғой. Батырдың ұлы батырлығымен зерек болу керек. Аспандағы құсты атып түсіру ол мергендік. Ал атып түсірген құсты білу ол зеректік, Тимучин. Саған зеректік жетіспейді екен. Енді әрбір ісіңе, әрбір әрекетіңе ақыл көзіңмен қарап үйрен. Мәссаған. Ақылдысы. Тимучин, батырдың ұлына кісіне күлген жараспайды. Енді қайтып білем. Деміңді шығарып, Жақсы. аузыңды жауып, осылай ақырын ғана күлу керек. Биылғы жылы әлемді дүр сілкіндірген қолбасшы Шыңғысханның жары Бөртеге арналған қойылымдар көп болды. Соның бірі өздеріңіз көріп отырған қоюшы режиссер Елік Нұрсұлтан сахналаған этюдтер.
Тарт найсаңдай қастырмай. Неменеге аңтарыла қалдың? Аспаннан құбыжық түскендей. Мен өздеріңнің ханымдарың бөрте. Уа ханем, ескертусіз рұқсатсыз кіріп келгенім үшін кешірім өтінемін. Бірақ келмеске көнбейтін, айтпасқа болмайтын шұғыл сөзім бар. Бүгін айтпаса болмайтын қандай сөз ол? Ханем, сіз тездетіп бұл жерден көшуіңіз қажет. Немене? Тездетіп бұл жерден кетіңіз. Досың Жамұқа дәл қазір ордаңа шабуыл жасамақ. Ханем! Кім айтты оны саған? Өзі айтты. Өзі айтпаса да көзі айтты, ханем! Жамұқа, ертең таңертең маған өзі келеді. Ал бірсі күні біз жорыққа шығамыз. Не сандырақтап тұрсың сен? Ханем, Жамұқа 80 сарбазбен сендер бейғам жатқанда ордаңды ойрандап өзіңді өлтірмек. Жамұқа, менің бала күннен бір көрпені бөлісіп өскен ескі досым мені өлтірмек? Бөрте, мүмкін емес. Ханем, мүмкін мен сені ордадан аластатқан соң әтей арандатып тұрған шығарсың, а? Мына жерден тез қараңды батыр. Егер осы айтқандарың өтірік болса, сенің басың кетеді. Ханем, менің сөзімнің дұрыстығына көз жеткізу үшін жасырына тұрыңызшы. Егер айтқаным өтірік болса, менің басым кетеді. Егер шын болса, досыңның басы алынады. Әйтеуір, екі басың біреу сенікі, ханем. Мен айтарымды айттым. Әрі қарай өзің біл. Ол әскерлерін жасақтауға кеткен. Бүгін мұнда болмайды. Бөрте. Бөрте. Жамұқа, саған қандай жазалайық, Жамұқа? Өлім! Өлім? Дегенің болсын. Бірақ сен айтшы, достым, мен не үшін өлтіргім келді? Қызғандым. Неден? Бәрінен. Асып бара жатқан айбарыңды, тасып бара жатқан дәулетіңді, кеңейіп бара жатқан патшалығыңды, сені ұлы билеуші еткен Бөртені. Қапелімде сен ордамды шауып, Бөртені қатын еткің келді ғой. Дәл солай, Темучин. Іштен шыққан жау жаман. Жамұқа, сен мен адамға сенуден қалдырдың ғой. Алып кетіңдер. Бөрте. Бөрте.
жарты әлемді жаулаған Шыңғыс хан. Алдың тұман, артың құз. Бұл не? Шыңғыстан қалған жалғыз белгі осы ғана. Жошы. Белгі? Бұл қандай белгі? Жошының бас бармағы топырақ арасынан тауып алыпты. Олай сонда. Бас бармағы табылғанда Алпамсадай денесі табылмағаны ма? Табылмапты. Періште бұл аспанға ұшып кеткендей. Өмірдің барғыр қысып өткен шағы менің бас бармағыма да тұрмайды дегенді айтып кеткендей. Жошы. Арыстаным. Арманда кеткен асылым. Хан көзіне жас алса, қарапайым халық қайтпек. Есіңді жый, жасыңды тый. Беліңді бұл. Сен періште болып келіп, өмірлік сүйенішім, қорғаушым, қызғанышым, қайтпас қайсар қарсыласымда болсын. Қадіріңе жетпеген кезім болса, сен мені кешір. Жалғыз бармақты бұл жерде қалдырмай, Ұлытауда іргесі қаланып жатқан хан ордасының маңына барып жерлейік. Сөйткеніміз жөн шығар. Өткен кеткенге көз жіберсек, адам болғалы соғыстан көз ашпапты. Сенің мақсатың дүниені бір билікке бағындырып, бір-бірімен қырқыспайтын мемлекет құру еді. Ендігі үмітің немерелеріңде.
сенің ізіңді солар жалғастырар. Қош, тарихтың талай талапайымынан аман шыққан қыпшақ даласы. Қош, менің төркін жұртым. Енді бұл жаққа қайтып оралмаспын. Тірі болсам бұл дүниеде, өлі болсам о дүниеде, сенің амандығың мен тыныштығыңды тілеп өтермін. Қош. Тамаша. Аруларымызға қолдау көрсеткен кәсіби актерлар Қамаранов Бейбіт, Ахмадиев Төлеген, Сүлейменов Дархан мен Жексенбай Мұқағали. Жарайсыздар. Бәрекелді. Өрте образын сомдаған аруларымызға қошемет. Барымызды жаңғыртып, жоғымызды тауып іздеп, осындай керемет туындыларды сахналай алуымыз бұл тәуелсіздіктің арқасы деп білемін. Оның рас, емін-еркін ойнап күлгеніміз, өз тілімізде сөйлеп жүргеніміз бәрі осы 30 жылдың жемісі. Келесі номерде соны дәлелдей түскендей. Зухра Ғарифолла қызы, Әдемі Талғат қызы Елдана Сауранбаева, Аружан Зұлпұхар қызы, Жұлдыз Жамбыл қызы. Қарсы алыңыздар. Бақытты қызы көзімізде жанған, арманшыл көрсінші қауым, шаттық алауын, шабдасы бәрін әлейле, бізбен бірге биле, бөленші күйге, жасасын жаңғырып бар әлем, гүлдеп кел төрлет, достығы ғаламның бүкіл адамның бірге. Хореограф Ләйла Жарылқасымованың әлем халықтарының билерін жақсы білетіні көрініп ақтыр. Әрқайсысы жеке-жеке би болғанымен ортақ қойылымға біріктірілген. Бұл білім, тәжірибе мен талантты талап ететін дүние. Бізбен бірге бөленші күйге, бірге.
қыздарға қолдау көрсеткен инь-янь балетіне мың алғыс. Қыздар, менің бір байқағаным, қанша іс шара, қанша байқау өтсе де патриоттық әндердің алар орны ерекше бөлек. Оның рас, Боташа. Ендігі жалпы туған елге, туған жерге арналған әндердің алғашқы нотасынан бастап, жүректеріміздің қағысы жиеленіп, көзімізге жас келіп, ерекше бір күй кешеміз, е? Солай ғой? Пақ шіркін, нағыз патриот деп сен айтуға болады, е? Рахмет, Назым, бірақ нағыз патриоттың өзі дәл қазір сахна сыртында өз кезегін күтіп тұр. Ендеше көп күттірмейік. Сахнада Майра Қайырбекова мен Айқын Төлепберген, туған жер. Дем арасында жұлдызда күйеуін мақтап, Назым, үйрен. Сол ғой, үйрену керек жұлдызды. Радиотехника, электроника және телекоммуникация маманы Майра бала күнінен ән айтумен әуестенеді. Байқауда осы қырын танытқысы келеді. Туған жер айналдым сені, бауларың, тауларың мені. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, айналайын, айналайын, аспаныңда ай болайын, айналайын. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, біреу шіркін киелі өлке. батырлар қорғаған жері, еркіндік жайлаған елі. Табиғаты көз тартқан мекен, алла нұрын төбеден төккен адам екен. Туған жерім, табиғаты көз тартқан мекен, алла нұрын төбеден төккен адам екен. Туған жерім, айналайын, айналайын, аспаныңда ай болайын, айналайын, айналайын, бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, ең шіркін киелі өлке. Қазақ қызы қашанда даналық пен даралықты, жылулық пен сұлулықты ұштастыра білген. Бұлы.
Осы кеш аяқталғанша байқауымыз. Кеше бір әнді шығар жесем мен ештен қылмаймын. Сөздерін байқадың ба? Даналық, даралық, сұлулық. Байқадым, басымды шайқадым. Олай болса біздің Кеша жігіт ептігін басып алсын, ары қарай қонақ кәдеге кезек берсек. Табылған ақыл. Сахнада Мөлдір Әуелбекова. Қарсы алыңыздар. Жыртқызбай батырлықтың білген бағасын, адаспан қылыш асынып азат еткен байтақ даласын. Сақаты болып сақтардың түлігімді тізіп баққанмын, Жәнібек керей қолыммен қазығымды алғаш қаққанмын. Бес асыр салып араға арайланып атқан ақтаңмында. Түркінің тамшы жаңбырымын, сақпенен құнның тағдырымын тараған. Алуан заман кешкен елмін, күш қуат алып өскен елмін даладан. Арнамас асқақ айбыным деп, бірлігім бақыт байлығым деп санаған. Кешегі қазақ хандығымның бүгінгі ғажап ән жырымын жаңадан. Қасымхан болған тарланым, есім ханым асқақ заңғарым, шамшырақ қылып ертеңге тігі ханым жазған заңдарын. Абылай қосып басымды орындалған еді арманым. Арындап алға ұмтылған, жүрегінде талай сыр тұнған, қылығы таза қыз туған, арғымаққа мінері ұл туған. Бүгінде әлем таныған, біз тәуелсіз елміз құлпырған. Шабандоз балуан батыр елмін, күйшімін жыршы ақын елмін бұрыннан. Бабалар айтқан өсиетін, бойына қонған қасиетін ұғынған. Таласқан көкпен байрағы бар, құламас керек айбары бар тұғырда. Ынтымақ тілеп тәңірінен, хандық пен хақтың әмірімен құрылған. Халқымыздың пейілі кең даласындай, туған жерін аялаған анасындай. Қазағым ай, қазағым ай, салдың сақтыр көздеріңнің қарасындай. Қазақ деген ел әлемде бар осындай. Қазағым ай, қазағым ай. Шабандоз балуан батыр елмін, күйшімін жыршы ақын елмін бұрыннан. Бабалар айтқан өсиетін, бойына қонған қасиетін ұғынған. Таласқан көкпен байрағы бар, құламас керек айбары бар тұғырда. Ынтымақ тілеп тәңірінен, хандық пен хақтың әмірімен құрылған. Ал қазір қыздардың мінезін анықтайтын сайыс. Назым, тоқта. Иә. Ақбыта, қазақ ару байқауында психологиялық тесттер бар ма еді? Енді Жұлдыз, біз қыздың жүрісінен,
оның шолпысының сыңғырынан мінезін аңғарып отырған қасиетті халықтың ұрпағымыз. Ендеше байқауымыздың келесі кезеңі кешкі көйлектер дефилесі басталады. Яғни төрешілер де, көрермендер де еліміздің танымал дизайнерлердің жаңа топтамасын тамашалап, аруларымыздың жүріс-тұрысын, мінез-құлқын және көңіл-күйін аңғаралады. Ал ендеше бастайық. Дефилені әдемі әнмен әрлеп, сазымен сәндейтін Айша Байбосынова мен Әлия Әбікен. Құрметті көрермендер, қошеметтеріңіз. Осымен бірнеше жыл қайталанып келе жатқан үрдіс Қазақ аруы байқауының кешкі көйлектер дефилесі кезеңі әнмен әрленіп ұсынылады. Бұл сайыс маған ерекше әсер етеді. Сені сағындым, дерті боп жанымның, амалым жоқ, бір тағдырға бағындым. Сенсіз өмірім жоғалтып сенімін, келді менің алаңдаудан арылғым. Қиналған жүректің дүрсілі баяу тоқтайтындай, жауратпашы сезімді, сағыныштан өзімді армандап ем. Сенсің тапқан жүректің кілтін, сен көңілдегі жан, сенсің маған да, сені сағынғам. Содан салдым мән. Сәні мен салтанаты келіскен, ұлттық нақышпен заманауи үрдісті үйлестірген қырғызстандық Вонама сән үйінің топтамасы. Мәулет Қажы, Бұлбұл. Зұлпхар қызы Аружан. Жамбыл қызы Жұлдыз. Айдос қызы Айша. Алдарыңызда Вонама сән үйінің топтамасы. Сенсің тапқан жүректің кілтін, сен көңілдегі жан, сенсің маған да, сені сағынғам. Содан салдым мән. Қолтаңбасы ерекше, көзқарас қайталанбас, шығыстың шынарындай, қазақтың тұмарындай, Самидель сән үйінің жаңа коллекциясы. Талғат қызы әдемі. Беласарова ақ ниет. Қайырбекова Майра. Сауранбаева Елдана. Самидель сән үйінің коллекциясы. Сенсің тапқан жүректің кілтін, сен көңілдегі жан, сенсің маған да, сені сағынғам. Содан салдым мән. Сені сағындым, дерті боп жанымның, амалым жоқ, бір тағдырға бағындым. Ұзын,
әдемі көйлекті кию, шалынып қалмай түзу, әрі сылқым жүру, көрермен мен төрешілердің есінде қалу, осының бәрін небәрі 1 минут ішінде үлгеру керек. Дене бітімін мүсіндей ететін, киген көлігі еліктіріп кететін Наиль Байкучуковтың коллекциясын қарсы алыңыздар. Берік қызы Сымбат. Қажымұрат қызы Ажар. Ербол қызы Үміт. Аманжолова Аружан. Алдарыңызда Наиль Байкучуковтың коллекциясы. Іскерлікпен табыстың, шығармашылықпен намыстың символындай болған Динара Сатжан 6 алашқа кезекті топтамасын ұсынады. Нұрмұхан Ағерке. Сахи Нұрай. Алмаз қызы Анель. Ғарифолла қызы Зухра. Динара Сатжанның топтамасы. Сән әлемінің беделді дизайнерлері Самидель, Наиль Байкучуков, Динара Сатжан және қазақ аруына алғаш рет қатысып отырған Арзубек Вонама. Биыл Қазақстанның Қырғызстандағы мәдениет жылы екенін естеріңізге саламыз. Қуаныш пен мерекенің көп болғаны қандай жақсы. Бір апта бұрын ғана елордамыздың ауысқан ресми түрде тойлап едік.
Көп естігеннен бір көрген артық, дәл қазір баршаңызды Нұр-Сұлтанға бір сапар шексек деп шақырайын. Жол серіктермен таныс болыңыздар. Азия тобы Нұр-Сұлтанға кел әнімен қошеметтеріңіз. Көрген жұрт келбетіне қалған қайран. Ей, әлемді кесем тағы таба алмаспын, өзіңдей қала жайғаған. Нұр-Сұлтанға кел, сәлеміңді бер, сұлу қала, арман қала, дархан дала. Бәйтерегім қандай, бой көтерді самғай, болашаққа, жас ұрпаққа аманаттай. Нұр-Сұлтан Астана. Көгінде күн сәулесі нұрын шашқан, есіге көзің тоймас тұнып аққан. Тәуелсіз қазақ елі мәңгілік ел, тарихым кепіл сақталған. Нұр-Сұлтанға кел, сәлеміңді бер, сұлу қала, арман қала, дархан дала. Бәйтерегім қандай, бой көтерді самғай, болашаққа, жас ұрпаққа аманаттай. Нұр-Сұлтан Астана. Нұр-Сұлтанға кел, сәлеміңді бер, сұлу қала, арман қала, дархан дала. Бәйтерегім қандай, бой көтерді самғай, болашаққа, жас ұрпаққа аманаттай. Нұр-Сұлтанға кел, сәлеміңді бер, сұлу қала, арман қала, дархан дала. Бәйтерегім қандай, бой көтерді самғай, болашаққа, жас ұрпаққа аманаттай. Нұр-Сұлтан Астана. Жігіттер, жаңа қыздарымыздың, үміткерлердің дефилесін көріп мен не дерімді білмей қалдым. Не деген сұлулық, не деген нәзіктік, гүлге теңейін бе әлде күнге теңейін бе? Өнері қандай қараңыздар, көркі қандай, келбеті қандай. Дәл қазір бойы да ойы да келіскен аруларымызды ортаға шақырып, интеллектуалдық сайысымызды бастаймыз. Сахнада алғашқы төрттік. Мәулет қажы Бұлбұл, Зұлпухар қызы Аружан, Жамбыл қызы Жұлдыз, Айдос қызы Айша. Қошеметтеріңіз. Енді сұраққа бірінші жауап беретін Мәулет қажы Бұлбұл. Келіңіз. Батырлар жырындағы аруларды білесіз бе дейді? Ертөстік, Қобыланды, сонымен қатар Қыз жібек деген сынды жырлар жақсы дамыған. Яғни соның ішіндегі ару қыздарға тоқтала кететін болсақ, Қыз жібек, Баян сұлу, Тамирис. Рахмет. Келесі Зұлпухар қызы Аружан. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Менің сұрағым Қасым ханның басты жеңістері мен жетістіктері. Сол кездегі қазақ хандығының енді халық саны қанша болды? Екі сұрақ. Жалпы Қасым хан тұсында қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған кезең болған болатын. Ол Әбілхайыр хандығынан оңтүстік Қазақстандағы оңтүстік Қазақстандағы орта елдерді қайтарған болатын. Және де қазақ хандығының саны 1 миллионға жетті, ал әскер саны 300 мыңға жетті.
Керемет. Жауап дұрыс па? Дұрыс, иә. Керемет, қандай толыққанды жауап. Келесі, Жамбыл қызы Жұлдыз, келіңіз. Құрсақ шашу деген не? Бүгінде ол дәстүр сақталған ба? Құрсақ шашу дегеніміз аяғы ауыр әйелге арналған жасалатын салт дәстүрдің бірі. Көзден тиюден, шошынудан сақтау еді. Және де бұл салт дәстүр қазіргі кезде сақталған деп ойлаймын. Дұрыс, рахмет. Бәрекелді. Рахмет жауабыңызға. Келесі Айдос қызы Айша. Тәуелсіздік алғалы түсірілген тарихи фильмдерді атап өтсеңіз, алаш зиялыларына арналған қайсысы соның ішінде? Тәуелсіздік алғалы 1990 жылы Катарис киностудиясы пайда болды. Кейінірек 1991 жылы Отырардың күйреуі атты фильм экрандалды. Кейінірек 1993 жылы Батыр Баян фильмі пайда болды. Және келесіге заманауи кинотехника мен Жау жүрек мың бала, Көшпенділер атты кинотуындылар пайда болды. Алашорда, Әміре. Керемет, Лидия апай, рахмет сізге көп-көп. Ай десе аузы, күн десе көзі бар. Дариядай ақылы мен балдай тәтті сөзі бар қыздарға мың алғыс. Келесі төрттік, Талғат қызы Әдемі. Беласарова Ақниет. Қайырбекова Майра. Сауранбаева Елдана. Қошеметтеріңіз. Сұраққа бірінші жауап беретін Талғат қызы Әдемі, келіңіз. Қазақстанда неше қала бар? Халық саны ең көп және ең аз қалалар. Қазақстанда негізінен 87 қала бар. Ең көп халқы бар Алматы қаласы 2 миллионға жуық, ал ең аз қала Жем қаласы 2013 халқы бар. Беласарова Ақниет. Ақниет, сізге сұрақ. Қазақстан Республикасының азаматтығын қалай алуға болады? Қазақстан азаматтығын алу үшін 5 жыл Қазақстан жерінде тұру керек, 3 жыл некеде тұру керек. Бәрекелді. Өте әдемі жауап. Онымен қатар Қазақстан Республикасына дүниеге келуге осының бір несі. Ең бастысы, Қазақстан еліне бірінші дүниеге келгеннен кейін Қобалжымаңыз. Жауап көңіліңізден шықты ма? Жартылай. Жартылай, рахмет көп-көп. Рахмет Ақниет. Келесі Қайырбекова Майра. Мемлекеттік наградалар жайлы естідіңіз бе? Халық қаһарманы мен еңбек ері қандай жағдайда беріледі? Керемет сұрақ. Қазақстан Республикасының халық наградалары өте көп. Соның ішінде мемлекет қайраткері, халық қаһарманы, еңбек ері, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген, қызмет қылған халық қаһармандарын, батырларын айтамыз. Толыққанды және дұрыс жауап па? Толық емес деп ойлаймыз. Халық қаһарманына бір адамды өлім аузынан құтқарып қалса, немесе мысалы біздің құқық қорғау органда істейтін қызметкерлеріміз өзінің өмірін басын қатерге тігіп көмектесе алса, мысалы сол адамдарға нағыз еңбек ері, халық қаһарманы деген атақ бере аламыз. Сауранбаева Елдана, келіңіз. Елдана, 90 жылдығы аталып өткен Мұқағали Мақатаевтың бір шығармасын мәнерлеп оқып бере аласың ба? Ленинградты көренім, мақтанышым сен едің. Не өзенің сүйкімді Мақатаевтың орнына Жамбыл атамыздың өлеңі оқылды. Қобалжудың нәтижесі шығар. Өркеш арасқан шоқылардай дер едім. Рахмет, Елдана. Құрметті көрермендер, осы төрттікке қошемет көрсетіп қойсаңыздар. Рахмет сіздерге, қыздар. Топ, не деген сұлулық. Ақылына көрік сай деп ауыз толтырып айтуға болатын аруларымыздан қошеметтеріңізді аямаңыздар. Берік қызы Сымбат, Қажымұрат қызы Ажар, Ербол қызы Үміт, Аманжолова Аружан. Бірінші сұраққа жауап беретін Берік қызы Сымбат. Сымбат, мен саған сұрақ қояйын. Достық жайлы 7 мақал-мәтел айтып бер. Досыңды сатпа, аққуды атпа. Заттың жаңасы жақсы, достың ескісі жақсы. Жолдасың көп болса жалғызбын деме. Күлме досқа келер басыңа.
досы көпті жау алмайды, ақыл көпті дау алмайды. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын. Керемет. Рахмет. Рахмет көп. Толық жауаптар. Тағы да бар ма? Тағы жауап беріп Айта көрейін. ғой. Жоқ, тағы сұрақ болса жауап беріп көрейін. Міне керемет. Әбден дайындалған көрініп тұр. Тәуелсіздік Қазақстан тарихындағы ең маңызды даталарды атаңыз. Алғаш рет ұлттық санақ қашан өтті? Қазақстан тәуелсіздік алғанына міне 30 жыл толып жатыр. Сол 1991 жылы 16 желтоқсаннан бері қазіргі күнге дейін Қазақстан көптеген іс-шаралар, мерекелер осы күнге дейін жетістіктер болды. Олардың тізбектеп айтып берсем, 91 жылдан бастап, 91 жылы, яғни 16 желтоқсанда біз тәуелсіздікті алдық. Тоқтар Әубәкіров атамыз әуеге ұшты. 1992 жылы Біріккен ұлттар ұйымына 2 наурызда мүшелік етті. Және 92 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан мемлекеттік туы, әнұраны, елтаңбасына қол қойды. 93 жылы 15 қарашада ұлттық валютамыз шықты нарыққа. 94 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Керемет. Білетіңізге сендік, біледі екенсіз. Рахмет көп сізге. Керемет сұрақ, жақсы жауап. Қажымұрат қызы Ажар. Ажар. Қазақстан Республикасының парламенттік мәжілісінде неше әйел адам бар? Оларды аттай аласыз ба? Қазақстан Республикасының парламент жүйесінде негізі 33 әйел бар. Оларды айта кетсек, Ольга Перепечина, Ольга Меншикова, Елизавета Грусицкая, және де қателеспесем Мақпал, тегін есімде сақтамадым. Дариға Назарбаева әлбетте. Жауапқа көңілдеріңіз тола ма? Жартылай. Мен ойлаймын, жартылай айттыңыз. Мүмкін тағы да бір мүмкіндік Тағы да бір сұрақты қоямыз ба? Сынға дайынсың ба? Әлбетте дайынмын келіп тұрғаннан кейін. Абай атамыздың бір өлеңін оқып берсең. Ой қой, дүние серуен, адам бір көшкен керуен, дүниені қызық қалдырып, асамыз өмір белінен. Кірселе біз, сұқ шықса жоқ, қаубетіңдер өлімнен. Қылышбайдан таралып, сөз нұқсасы келінген. Дос шаранға, кемтарға, қауіпті бол делінген. Қылған қайыр болмаса, не кетесің өмірден. Дос шаранға, кемтарға, қауіпті бол делінген. Жақсы адам ешқашанда тең емес бір тұлпарға, жаман адам тең келмес бір соңғарға. Керемет. Рахмет. Ажар, рахмет сізге үлкен. Келесі жауап беретін Ербол қызы Үміт. Еліміздің сирек есімдерді атап бере аласыз ба? Әрине. Елімізде көптеген сирек есімдерді кездестіруге болады. Оның ішінде шетелге еліктеп кеткен жастарымыздың жиі қоятын есімдерінің бірі Ариана. Сонымен қатар ер адамдарға осы іс-шаралар өткеніне байланысты тіпті ғаламтор желісін ашып қарағанда экспо деген атты да қойғандары болған. Сонымен қатар осы соңғы жайт коронавируске байланысты корона деген атты да қойғандары болған. Осының бәрі сирек есімдер болып табылады. Жақсы, рахмет. Аман бол. Аманжолова Аружан. Той бастар мен той тарқар деген не? Қыз ұзату болсын, беташар болсын, той болсын, барлығында осы той тарқар және той бастар жыры орындалады. Той бастар деп айтып тұрғанымыз, ол өзі аты айтып тұрғандай, той бастар, ол яғни қыз баланың ұзату тойы болған кезде келген қонақтар осы
тойды өте көтеріңкі көңіл күйде өткізу үшін, осы тойдың иелерін қолдау үшін осылай той бастар жырын айтып беретін болған. Ал қазіргі таңда осы той бастар өкінішке орай сәл-пәл өзгеріске ұшырап жатыр. Қазіргі кезде біз тойға барған кезде тойдың соңында бізге той бастарды қонақтарға кәде сый ретінде береді. Ал алайда той бастардың негізгі бастауы сол жыр арқылы берілетін болған. Одан кейін той тарқарды айтып өтейін. Ал той тарқар Сәл ғана нақтырақ болса, мен білмеймін той тарқар деген. Керемет. Сондықтан тосып отырмын соны қашан айтар екен. Той тарқарға тоқталатын болсақ, өзінің аты айтып тұрғандай, жаңағы той бастар болса, енді бұл той тарқар. Яғни осы той аяқталған кезде тойдың барлығы өте керемет өткенін, тойда болған нәрселердің барлығын қорытындылау мақсатында той тарқар жыры айтылатын болған. Ең басты нәрсесі той тарқар мен той бастарды той иелері емес, келген қонақтар жасайтын болған. Бұл той иелеріне деген құрмет, сыйлық деп есептеледі. Бәрекелді. Не деген толық жауап. Бағанадан бері аруларымыздың әдемілігіне, сымбаты мен пластикасына тамсансақ, енді расымен ақыл ой парасат пайымына таңдай қағып жатырмыз. Қымбатты көрермен, мына Қазіреттің көзінің жылтырауына қараңыздаршы. Көрініп тұр ғашық болғаны. Маған айтады жоқ дейді. Қазірет, соңғы қалған төрттікті сен хабарлашы. Мен хабарлайыншы. Сен хабарла. Рұқсат болса, алдарыңызда Нұрмұхан Ағерке, Сахи Нұрай, Алмас қызы Әнел, Ғарифулла қызы Зухра. Қошеметтеріңіз! Бізге бірінші болып ортаға Нұрмұхан Ағерке келе жатыр. Аса қадірменді әділ қазылар алқасы, сөз кезегі өзіңізде. Сәлемді кімге және қашан береді? Сәлем салу бұл деген келін баланың өзінің қайын жұртына көрсететін өзінің тәрбиелік мәні болып табылады. Сәлемді негізі өзі қайын жұртына, қайын енесіне және де көрші қолаң үлкен кісілерге салады. Сәлем салу дегеніміз бұл қыз баланың тәрбиелік мәнін білдіретін үлкен сипаттама болып табылады. Сәлем жалпы келін баланың аяғы ауыр кезінде және күйеуі қайтыс болып кеткен кезде сәлем салынбайды. Керемет жауап. Алдарыңызда Сахи Нұрай. Сізге сұрақ. Қазақ елінің ресми тұрғыдағы ең бірінші астанасы қайғыла болды? Қазақстанның жалпы ең ағашындағы астанасы қателеспесем Верный қаласы болды. Жоқ, ресми түрдегі қаласы. Ресми түрде 1922 жылы Қызылорда қаласы ресми түрде астанасы атанды. Орынбор қаласы. Қанағаттанасыздар ма? Жоқ. Орынбор деді. Олай болса, тағы бір мүмкіндік берсек. Елімізде алғаш шыққан газет, журналдар қандай болды? Еліміздегі ең алғашқы газет журнал Дала уәлияты деп аталады, және одан кейін Қазақ, Алаш сынды газет журналдар шыққан болатын. Қателеспесем, Дала уәлияты 1918 жылы жарыққа шыққан болатын, 1928 жылға дейін жарықта болған. Мінекей, дұрыс жауап. Қошеметтеріңіз. Алдарыңызда Алмас қызы Әнел. Болашақ анадан дейді, әлди жырын сұрайықшы дейді. Яғни сізден бір әлди жырын сұрап отыр қыздар. Керемет. Әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін. Байғұттаның құйрығын жіпке тағып берейін. Керемет, не деген сыңғырлаған дауыс. Алдарыңызда Ғарифулла қызы Зухра. Осы желтоқсанда бір мейрам болады. Сондықтан сол мейрам туралы бізге айтып беріңізші. Сұрағыңызға рахмет. Біз Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алған болатын. Яғни 16 желтоқсан біздің тәуелсіздік күніміз. Бұл тәуелсіздік күніне түрткі болған негізгі оқиға ол жастардың
отаршыл саясатқа қарсы наразы өздерінің жан айқайы болатын. Сол арқылы біз тәуелсіздікке қол жеткізген болатынбыз. Және осы тәуелсіздік алған біздің бетке ұстар ағаларымыздың арқасында осындай бейбіт, тату мемлекетте, мақтан тұтарлықтай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. 16 желтоқсан туралы біліп алды. Енді тағы да бір мейрам туралы желтоқсанда қандай болды? Тұңғыш президентіміздің күні. Рахмет үлкен. Керемет. Соңғы төрттікке қошеметтеріңіз. Пай-пай. Қыздарымызға көп рахмет. Мінекей құрметті көрермендер, бақ сынап жатқан аруларымыздың ақыл парасатын, дүние танымы мен өмірлік ұстанымдарын таразылап көрдік. Ару қыздарымыз бар өнерін ортаға салды. Ендігі төрелікті қазылар алқасынан күтеміз. Соңғы шешімді қабылдау үшін төрешілер кеңесу бөлмесіне өтеді. Ондай болса, қошеметтеріңіз. Көрерменнің патша көңілін аулау үшін сахнада Кешью тобы. Қошеметтеріңізбен. Өмірдің қаққан есігін арман туған жер, өкіліп таққан есімімді алған туған жер, шырылдап жатқан бесігім қалған туған жер. Балғын денем балқыған, жат көңілім шалқыған туған жер. Анашымның ақ сүт ау, топырағынан аңқыған туған жер. Ойын қуып аунаған, жүрегімді баураған туған жер. Кең даласау әкемнің құшағынан алмаған туған жер, туған жер. Асқар тау атам, малында баққан туған жер. Ақ жүрек әжем, барын жаратқан туған жер. Келер деп отам, дамылдап жатқан туған жер. Балғын денем балқыған, жат көңілім шалқыған туған жер. Анашымның ақ сүті, топырағынан аңқыған туған жер. Ойын қуып аунаған, жүрегімді баураған туған жер. Кең даласау әкемнің құшағынан аумаған туған жер, туған жер. Балғын денем балқыған, жат көңілім шалқыған туған жер. Анашымның ақ сүт ау, топырағынан аңқыған туған жер. Ойын қуып
құрметті ханымдар мен мырзалар, барлығымыз тағатсыздана тосып отырған сәт жақындап қалды. Оны жақындата түсу үшін ортаға бүгінгі байқауымыздың сәні мен мәні, ажары мен базары болған аруларымызды шақырамыз. Мәулет қажы Бұлбұл. Зұлпықар қызы Аружан. Жамбыл қызы Жұлдыз. Айдос қызы Айша. Талғат қызы Әдемі. Беласарова Ақниет. Қайырбекова Майра. Сауранбаева Елдана. Берік қызы Сымбат. Қажымұрат қызы Ажар. Қошеметтеріңіз аямаңыздар. Ербол қызы Үміт. Қошеметтеріңіз. Аманжолова Аружан. Нұрмұқан Ақерке. Сахи Нұрай. Қошеметтеріңіз. Алмас қызы Анел. Және де Ғарифулла қызы Зухра. Ұйымдастырушылардың атынан дипломдар мен гүлшоқтарын тапсыруға рұқсат етіңіздер. Марапаттау рәсімін Қазақ аруы 2021 байқауының үздік кешкі көйлегін анықтаудан бастасақ. Ортада отандық фэшн өндірістің флагманы, еліміздің үздік дизайнері Аида Кауменова. Қошеметтеріңізбен. Біздің қазақтың ару, әдемі, ақылды қыздарға қарап, бүгін өте риза болдым. Ең үздік кешкі көйлек дизайнері номер 9 Сымбат Берікқызы. Наиль Байкучуков марапатталады. Сымбат Берікқызы, қошеметтеріңіз. Наиль Байкучуковке үлкен рахмет әдемі көйлек үшін. Қазақ аруы 2021 байқауының 3-ші орын иегерін атайтын Досжан табылды. Ал енді Қазақ аруы ұлттық сұлулық байқауының 3-ші орын иегері Ақерке Нұрмахан. Қандай керемет. Ол да бір жеңістің бірі. 3-ші орын иегеріне KRG компаниясы ұсынған әшеке бұйым табыс етілсін. Құттықтаймыз. Қол шұпылақта аямайық, достар. Әдеке. 2-ші орын иегерін хабарлайтын журналист, блогер, кәсіпкер Алишер Елікбаев. Қай жерге еліпсің де солай болады ема. Қайтесін. 2-ші орын Жамбыл қызы Жұлдыз. Жұлдыз. Біздің қыздарымыздан бұрын шын мәнінде қазіргі таңда көрермендерде қатты қобалжып отырған сияқты. Себебі дәл қазір ортада келі сахнада 1-ші орын иегерін анықтап айтатын боламыз. 1-ші орын иегерін жариялайтын Алматы қаласы мәслихатының депутаты, кәсіпкер, меценат Қайрат Құдайберген. Ата бабамыз айтып кеткендей, астың дәмін келтірер қыз емес пе, ел мен жерді қосатын қыз емес пе деп босқа айтып кеткен. Сол себептен бүгінгі мезетте дәл қазір 1-ші орынға ең жақсы жағын көрсеткен аруымызға бергім келеді. Оның аты Берікқызы Сымбат. Берікқызы Сымбат. Сымбат, апайымыз сізді. Қазақ аруы 2021 жеңімпазы Берікқызы Сымбат. Қошеметтеріңіз үшін жүректе құттықтаймыз. Бәріміз тағатсыздана күткен айшықты мезет. Қазақ аруы 2021 байқауының гран-при иегері кім болды екен?
еліміздің ең сұлу қызын жариялайтын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, ұлт мақтанышы Лидия Каденова. Қанеке, қошеметтеріңіз. Бүгін шында да керемет бір кеш болды. Бәріміз толқу үстіндеміз. Қыздар, айналайындар. Бәрің әдемісіңдер. Ақылдарыңа көркі сайып, бәрің жеңімпаз атануға лайықтысыңдар. Бірақ доданың аты дода. Сондықтан бүгін енді бірінші, екінші, үшінші орында айтты. Қазір енді мен Қазақ аруы 21 ұлттық сұлулық байқауының бас жүлдегері айтқым келеді. Ол біздің сымбатты да әдемі қызымыз, ақылды қызымыз Аманжолова Аружан. Жапалақтарыңызды аямаңыздар. Бәр жағын салыстырдық, таңдау оңай болған жоқ, қыздар. Бәріңізді бүгінгі керемет кешпен құттықтаймын. Қанеке, құрметті көрермендер. Қазақ аруы 2021 бас жүлдесі Аманжолова Аружан. Тарихи сәт. Гүл табысталды, сыйлық табысталып жатыр. Күміспен апталып, алтынмен қапталған тәжді 2020 жылғы қазақ аруы Нарғыз Айдарова табыстайды. Қошеметтеріңіз. Қошемет. Не деген сәт, не деген керемет көрініс. Ақ шіркін! Құтты болсын! Қазақ аруы 2021! 2 сағатқа созылған әдемілік пен ақылдылық, талант пен тапқырлық сайысы өз мәресіне жетті. Ең салтанатты, ең ғажап сәт. Ал енді айтар сөздің ақ тілегің болса, мархабат. Ең бірінші кезекте өзімнің ата-анама алғысымды білдіргім келеді. Одан кейін осындай керемет байқауды ұйымдастырған ұйымдастырушыларға рахмет. Бүгінгі кештің көрермені болып, бүгін бізді қолдап келген әр көрерменге рахметімді айтам. Одан кейін осы жерде тұрған әр қазақ аруының финалисті осындай керемет кештің өздеріңіз куә болғандай әр қайсы осы қазақ аруына лайықты деп айтқым келеді. Бәрекелді. Жеңісің құтты болсын, Аружан. Қазақ аруы атағын абыроймен алып жүруіңе біз тілектес. Біз қазақ қыздарының барлығын жеңісімен құттықтаймыз. Ұлы даланың төсінде ақылына көрік сай, аруларымыз азаймасын. Бүгінгі байқаудың өтуіне қолдау көрсеткен бас ақпараттық серіктес Хабар арнасына 1000 алғыс. Айбынды алаштың басты мерекесі тәуелсіздік күні құтты болсын халайық. Ел аман, қашанда қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заман болғай. Сіздермен бірге болған мен, Дидар Каден, ұлттық құндылықтарды ұлықтайтын жаңа жобаларда жолыққанша аман сау болыңыздар.